Hello everyone, welcome to our English lesson. Today we are going to learn about new words according to the daily routine. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен күн тәртібіне байланысты жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Wake up, ұйқыдан ояну. I wake up at 7 o'clock every day. Мен күнде таңғы сағат 7-де оянамын. Wash face, бетті жуу. I wash my face. Мен бетімді жуамын. Brush teeth, тісті тазалау. I brush my teeth. Мен тісімді тазалаймын. Have a shower, душ қабылдау. I have a shower every morning. Мен күнде таңертең душ қабылдаймын. Drink water, су ішу. I drink hot water every morning. Мен күнде таңертең ыстық су ішемін. Do exercise, жаттығу жасау. I do exercise every day. Мен күнде жаттығу жасаймын. Have breakfast, таңғы ас ішу. I have breakfast at 8 o'clock. Мен таңғы асты 8-де ішемін. Get dressed, киіну. I get dressed. Мен киінемін. Go to work, жұмысқа бару. I go to work by car. Мен жұмысқа көлікпен барамын. Go to school, мектепке бару. I go to school at 8:30 o'clock by bus. Мен мектепке 8:30-да автобуспен барамын. Have dinner, түскі ас ішу. I have dinner with my friends. Мен достарыммен түскі ас ішемін. Go to the gym, спорт залға бару. I go to the gym at the weekend. Мен демалыс күндері спорт залға барамын. Go home, үйге қайту. I go home at 5 o'clock. Мен сағат 5-те үйге қайтамын. 5 o'clock tea, 5-тің шайы. We have 5 o'clock tea. Біз 5-тің шайын ішеміз. Do homework, үй тапсырмасын орындау. I do homework. Мен үй тапсырмасын орындаймын. Cook, ас әзірлеу. I cook soup. Мен сорпа әзірлеймін. Have supper, кешкі ас. I have supper with my family. Мен отбасыммен кешкі ас ішемін. Wash dishes, ыдыс жуу. I wash dishes after having supper. Мен кешкі астан кейін ыдыс жуамын. Have a bath, ваннаға түсу. I have a bath every evening. Мен күнде кешке ваннаға түсемін. Watch TV, теледидар көру. I watch TV. Мен теледидар көремін. Read a book, кітап оқу. I read a book every day. Мен күнде кітап оқимын. Go to sleep, ұйқыға бару. I go to sleep at 11 o'clock.
Мен сағат 11-де ұйықтаймын. Достар, біздің білімге YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар, және біздің сабағымыз, жаңа сөздеріміз ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта біз сіздермен ағылшын тілінде керемет сөздермен бөлісетін боламыз. Goodbye, have a nice day.